Ассалаумағалейкум қызай ұрпақтары. Бүгін біз Аягөздеміз. Кеше жеттік. Бүгін 9 ақпан Аягөзде. Қазір біз бірінші жұмысымызда Аягөзде осы мұражайдан бастайық деп тұрмыз. Музейдің ішіне кіріп, музейде немене бар, соларды тартып, содан ары қарай іздестіру салмақшымыз. Музей мұнда мына немененің Аягөздің темір жол вокзалы жақта екен. Осы жерде бір музей бар екен, осыған кіреміз мұражайға. Сосын тағы бір мұражай бар екен, соған баратын боламыз. Міне мұражайға кірдік. Мұражайдан қазір ғана рұқсат алдық. Осылай тартуға рұқсат бермей, әрең рұқсат беріп тұр. Енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Міне Бақытжан кісі қазір бізге таныстырып беретін болады осы туралы. Сәлеметсіздер ме? Аягөз қаласының тарих-өлкетану музейіне қош келдіңіздер. Жалпы бұл музей 4 экспозициялық бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім аулар мекені Аягөз деп аталады. Бұл жерде жаңағы Аягөздің қысқаша тарихымен ақындар, батырлар, құрметті азаматтар туралы мәліметтер қойылған. Ең алғаш жаңағы Аягөздің тарихынан бастаймыз. Алдарыңызда тұрған жаңағы Аягөздің ескі фотосуреттері, орталық алаң, жаңағы мәдениет үйі, қарлығаш лагері, жаңағы орталық көшелер деген сияқты. Ең алғаш Аягөз 1831 жылы Аягөз станциясының негізі қаланған. Аягөз деген атау қай кезде бастап пайда болған? Аягөз деген жаңағы көне деректерде келтіріледі. Ай әдемі, көз деген мағына береді деп. Сонымен қатар Ай тайпасының өзені дегенде деректер келтірілген. Ай тайпасының өзені. Бұл қай ғасырлардан бастап атау осында Аягөз атауын алған деп дерек бар? Аягөздің атауы қазір айтамын. Жаңағы 28 жылы аудан ретінде құрылады. 28. 1928 жылы. Ал 39 жылы Аягөзге қала мәртебесі беріледі. Жаңағы қала мәртебесінің қарқынды түрде алуы ол Аягөзге темір жолдың келуіне байланысты. Ол туралы қазір тоқталып өтеміз. Өміртай Ахмадиұлы бұл кісі 1962-82 жылдар аралығында қала кеңесі комитетінің төрағасы болған. Осы Аягөзде 20 жыл жаңағы басшылықта болған. Бұл кісінің кезінде көп қабатты үйлер, мектептер, балабақшалар көптеп ашылған. Бұл кісінің аты жөні кім дедіңіз? Өміртай Ахмадиұлы. Өміртай Ахмадиұлы. Мына жерді түсіріп алсаңыз болады. Енді бұнау сол кісінің киімі ғой. Сол кісінің өткізген заттары жалғыз қызы Баян Ахмадиева деген апайымыз өткізген. Қол сағаты, көзі тірісінде ұстаған былғары папкасы, шапаны. Бұл қалпақ ше? Бұл қалпағы да сол кісінің қызы өткізген. Сол қыз өткізген қалпақ дейсіз ғой. Бұл жерде музейіміздің тарихы. Аягөзде ең алғаш музей 1979 жылы ашылған. Ең алғашқы басшысы Степан Андреевич Балахненко, Натрауасы. 2006 жылдан бастап жасар Вансаға Мұхаммедқалиқызы. 2013 жылдан бастап осы ғимаратқа келдік. Оның алдында жаңағы әкімшілік ғимаратта, мәдениет бөлімінде, білім бөлімінде жаңағы бір бөлім болып тұрған. 2013 жылдан бастап осы жердеміз. Осы Аягөзде 2 музей бар ма? Жоқ, бір музей біз. Мына жақтан тағы бір музей көрсетіп тұр да картада. Жоқ е? Жоқ па? Мына Бұл жерде жаңағы Аягөзден шыққан батырларымыз. Соның ішінде осы музейіміздің асыл мұрасы Ақтамберді Сарылының Кіреуке сауыты 1675-1768 жылдар аралығында өмір сүрген. 1765. Мына кісі ғой. 1675-1768 жылдары өмір сүрген. Бұл кісі өзі батыр, өзі жырау, өзі қолбасшы болған. 70 жыл ат үстінен түспей, елін, жерін қорғаған батыр. Сыбан руынан шыққан. Сыбан руынан шыққан. Бұл сауытты батырдың 8-ші ұрпағы Ұлы Отан соғысы ардагері Асқап Жұмаділов атамыз өткізген музейге. Сауыттың салмағы 10-12 килограмм болады. Жаңағы темірден шиыршықталып жасалған. Анау домбырасы. Бұл домбыра Болысбек деген атамыздікі, Ұлы Отан соғысы ардагері соғыс өткізген. Мынау
Олардың барлығы жаңағы осы салтқа осылар қойылған. Жаңағы бұл кісінің өзі батыр, өзі жырау дедік қой, соны толықтыру мақсатында. Толықтыру мақсатында, басқа бұл кісіге тән емес. Бұл кісінікі тек осы салт қана. Мұнда Абылай ханды не үшін қойғансыздар? 300-нің басын біріктірген хан деп. Сол ретінде, Сол үшін қойғанбыз, иә. Сонымен қатар міне Аягөзден шыққан басқа да батырларымыз, Бердіқожа батыр бар, Ереспенбет бар, Шыңғожа батыр бар. Шыңғожа батыр жаңағы осы Аягөздің маңында 30 километрдей болады, қателеспесем ауыл бар, Шыңғожа батыр ауылы. Шыңғожа батыр ауылы деген, сөз жерге қойылған. Сонымен қатар Қазымбет батыр бар, Шахантай Жауғашарұлы бар, Аягөзден шыққан Нұралы батыр. Батырларымыз көп екен ғой десем. Бұл батырлардың осы кезде зират бірдемелер бар ма осы маңайда? Мысалы мына Ақтанберді батырдікі. Ақтанберді батырдікі Жданов Құндызды деген жақта, Абай ауданы жақта. Абай ауданы жақта, иә? Так. Шахантай Жауғашарұлынікі бар, ол кісінің зираты Шұбартау жақта. Шұбартау жақта. Сосын Шыңғожа батырда енді өзі аңыздар бар, кезінен қалған жаңағы бас бармағын жаңағы сол Шыңғожа ауылында қалдырған, сол жерде жерленген деген. Құр бас бармағы ғана? Иә, бас бармағы. Денесі ше? Жаудың қолына түскен деп айтады, сол жаудың қолына түскенде жаңағы саусағын шауып, сол туған жерге жерлендер деп, сол жерге жерленген деген аңыздар бар. Сол жерде жаңағы ескерткіші бар Шыңғожа батыр ауылында, жолдарыңыз түсіп барып қайтсаңыздар болады. Бердіқожа батыршы? Бұл кісінің енді зиратын өтірік айтпаймын, білмедім қай жерде. Қазымбет батырдың зираты Ақсуат маңында болу керек. Қазымбет батыр Ақсуат жақта? Иә. Болды ғой деймін. Енді мұнда? Жаңағы тарихи мәдени ескерткіштер бұл жерде. Соның ішінде жаңағы Қозы көрпеш, Баян сұлу кесенесі, жаңағы Бұлға жақта? Тарлау ауылынан. Қанша шақырым тұрады Аягөзден? 130 километрдай болу керек. 130, Тарлау ауылында. Жаңағы халықаралық деңгейдегі тарихи мәдени ескерткіш. Барлығымыз білетін шығармыз, Қозы көрпеш, Баян сұлу. Білеміз. Сонымен қатар Ақтайлақ Байғара би ескерткіші Сарыарқа ауылында орналасқан. Дулат Бабатайұлы бар, мына жерде тұр. Бұл кісі Абай атамыздың ұстазы болған, 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі болған. 1802 жылы дүниеге келген. 1874-ке дейін екен. Бұл кісінің зираты Ақшатау ауылында. Ақшатау ауылында, Ақшатау ауылында. Сонымен қатар мына жерде Барақ батырдың мазары бар, Бегеш шешен мазары. Бұл кісілер туралы жаңағы қай жерде екен туралы нақты мәлімет бар, егер керек болса. Сіздерден алуға болады ғой, былай? Болады, Құттыбай Нарымбайұлы. Бұл кісі 1760 жылы қазақ елшілігін Қытайға бастап барған. 1700 қанша? 60 жылы. 1760 жылы. Жоңғар тайпасы жоқ ол кезде. Қытай елшілігі. Қытай елшілігіне барған? Қытайға, Қытайға елші болып барған. Сол жерде жаңағы қазақ Қытай жаңағы сауда қатынастарын Үрімші, Шәуешек қалаларында жаңағы рұқсат алған. Сауда қатынастарын жасауға. Сосын? Жаңағы беделді дипломат болған бұл кісі, сол елші болған. Ақтайлақ? Ақтайлақ Байғара. Жаңағы ана жерде көрсеттім, ескерткішін. Құрбанғали Халиди, бұл кісі де қазақтың әдебиетін, мәдениетін зерттеуші, этнограф. Тауари Хамса атты өте құнды еңбегі бар. Тарауи Қазақтың жазған Тауари Хамса. Хамза деген, еңбегі бар. Соның ішінде жаңағы Аягөз туралы шағын мәліметтер келтірген бұл кісі. Әріп Тәңірбергенұлы, Абай атамыздың дарынды шәкірттерінің бірі болған. Біздің музейіміз осы кісінің жаңағы атына берілген көшеде орналасқан. Мұна қасындағы кісілер? Бұл кісілер де жаңағы ақын. Мына кісі міне халық ақыны жаңағы абайтанушы Төлеу Көрдіков, Тобағұл Мұсабайұлы, Уайс Шондыбайұлы жаңағы отағызды орақ тілді бұл кісілер ақын болған жаңағы. Елдің мұңын жоқтаған. Мына сол кісілердің еңбектері түсіріп алсаңыз болады.
Ахмади би. Аягөз бұрын Қызылжар деп аталған сондай мәлімет бар ма? Қызылжар деп Аягөз емес, басқа қала аталды. Аягөз солай аталған деп сөйтті. Кім айтты? Сондай бір мәліметтен көріп қалдым бір жазбадан. Сол туралы бір деректер болса, мүмкін болса. Енді мына жаққа келейік. Бұл жаңағы мына тұрған 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісте қолданылған қару-жарақтар. Сол Степан Андреевич Балахненконың кезінен бар. Иә. Жаңағы ана тұрған пистолет Маузер деп аталады, граната, қанжардың сабы, мына жаңағы штык нождар мылтықтың басына келеді. Мылтықтың басына. Иә. Сабыржан Бабас, бұл кісі жаңағы ақ гвардияшылар, Сергиопольда ақ гвардияшылардан қорғау ісіне жетекшілік жасаған, азамат соғысының қаһарманы. 1889-1918-ге дейін, де? 1918 жылы осы Балта-Терек деген жерде бұл кісіні азаппен өлтірген. Жаңағы қолына түсіп қалған ақтарын. Иә. Айғыз Көшкінбайқызы жаңағы бұл кісі де азамат соғысының қаһарманы. Окопқа жаңағы дәрі-дәрмек, азық-түлік тасыған, сонымен қатар жаңағы ақтармен шайқасқан. 1876-1918, иә? Бұл кісі де қолға түсіп, жаңағы өте азапты өліммен 17 жерден қылышпен тілгілеп өлтірген екен. Айғызды? Так, осы Айғыз деген ауыл бар емес пе? Ауыл бар, иә. Осы кісінің атына берілген ба? Иә. Енді сол Айғыз, бұл кісінің қазір зираты сол жақта қойсын негізі. Сондай ма? Енді зиратын білмедім. Бірақ қазақтың батыр қызы дейсіз ғой. Иә. Айғыз. Так, жалғастыра береміз. Мына тұрған қоңырау. Осы Аягөз маңында Сергиополь атты ауылдық округ бар. Сол жерде жаңағы кезінде православиялық шіркеу болған. Иә. Сол шіркеудің қоңырауы. Қазір ол шіркеу жоқ. Жаңағы әскери бөлімнің ішінде қалған. Сол жерде подохрана тұр. Қорғауда күзетіп тұр. Бұл қоңырау туралы келесіде тарихи деректер бар. Жаңа жақта көрсеткен Ақтайлақ Байғаралы дедік қой. Сол кісі осы Сергиополь маңынан өтіп бара жатқан кезде қазақ даласында ешқашан естімеген бір дауыс естиді. Ол жаңағы осы қоңыраудың дауысы. Бұл қоңырауды жаңағы православиялық шіркеуді салғандағы мақсаты жаңағы қазақтарды орыстандыру, шоқындыру мақсатында салған. Ақтайлақ Байғара бидің жаңағы даналығы Түркістаннан 30 қожа алдырып, жаңағы сол Сергиопольде адамдарды оқытқан екен мұсылманша. Ана шіркеу бар ауылда, е? Иә, шіркеу бар ауылға 30 қожа алдырып. Сондай өте дана адам болған бұл кісі. Бір қарай өтейік. Так, жалғастыра береміз. Бұл жерде жаңағы Алаш қозғалысы қайраткерлері, соның ішінде Әлихан Бөкейханов, жаңағы Алаш көсемі деп айтамыз бұл кісіні. Сонымен қатар осы Шығыс Қазақстандағы Семей қаласын Алаштың астанасы деп айтамыз. Бұл кісілердің барлығы жаңағы репрессия құрбандары, Аягөзден жаңағы Жұмахан Көтерин, Дүйсенов Хакім, бұл кісілерде репрессия құрбандары 37-38 жылдар ату жазасына кесілген. Көше бар Аягөзде бұл кісілердің атында. Абакеров Ахады, бұл кісіде жаңағы 45 жылы антикеңестік үгіт насихат жүргіздім деп жаңағы жалған жала жабылған екен. Бұл кісіге де кейін жаңағы ақталып шыққан. Алаш қайраткерлері. Ай, Алашым-ай. Түрксіб темір жолы. Аягөзге ең алғаш жаңағы темір жол депосы 1930 жылы ашылған екен. Жаңағы Аягөздің 39 жылы қала мәртебесін алуы осы темір жолға өте тығыз байланысты. Жаңағы темір жол келгеннен кейін аудан қарқынды дамып, жаңағы тез арада қала мәртебесін алған. Неғып бұл Түркістан темір жол деп аталды сонда? Түркістаннан басталып, Сібірге дейін жалғасты ғой. Сол үшін. Бұл жаңағы 1926-31 жылдардағы
Осы КСРО-дағы ең үлкен құрылыстың бірі болған. Ұзындығы 557 мың километрға жеткен. Мына жерде жаңағы міне Алаш көсемі қайраткері Мұхамеджан Тынышпайұлы, бұл кісі де жаңағы теміржолшы болған. Осы Түрксібтің салынуына жаңағы өзінің үлесін қосқан. Ресейдің жаңағы Екатеринбург деген қаласында жаңағы теміржолшының оқуын оқыған екен. Сонымен қатар теміржол династиялары біздің Аягөз бойынша Тұяқовтар әулеті, 90 Қайзиндар әулеті. Жаңағы еңбек өтілі Тұяқовтарда 250 жыл болса, 90 Қайзиндарда 255 жыл. Бұл кісілердің жаңағы аталары, ұлдары, немерелері барлығы осы теміржол саласында істейді, әлі күнге дейін жұмыстарын жалғастыруда. 4-5 ұрпақ жұмыс істеп келе жатыр дейсіз ғой? Енді 255 жыл, 250 жыл. Аз уақыт емес деп ойлаймын. Теміржол фонарлары мына жерде тұрған 40-шы, 60-шы жылы қолданылған жаңағы қазіргі жүк вагондарының макеті, мына тұрған Evolution тепловозы қазіргі кезде қолданыстағы. Ғаббас Шөкімұлы, құрметті теміржолшы Серхан Құрақбаев, құрметті теміржолшы мынау Серхан Құрақбаев ағамыздікі формасы, фуражкасы. Ғаббас Шөкімұлы атында көше бар Аягөзде. Мына кісілер де теміржолшы ма? Жоқ, бұл кісілер Аягөздің құрметті азаматтары. Тоқталып өтейік, Кешірім Бостаев. Бұл кісінің жаңағы Аягөздің құрметті азаматы, Семей қаласының құрметті азаматы. Аягөзде мектеп бар бұл кісінің атында, Семейде көше бар атына берілген. Жаңағы атом полигонының жабуға өзінің үлкен үлесін қосқан. Жаңағы Олжас Сүлейменов ағаларымызбен бірге. Сүлейменов Төлеутай, бұл кісі Қазақстан Республикасының тұңғыш сыртқы істер министрі болған. Министр болған дейсіз осында? Тұңғыш. Тұңғыш, Сонымен қатар Жанарбек Шүленбаев, Өмірбеков Тілеуғабыл, Тілеубердин Рыздықбай, бұл кісілер социалистік еңбек ерлері жаңағы Маңғыстауден рекорд жасаған. Нұртай Сәбиранұлы бар, осы Аягөз өңірінен шыққан. Қадыржан Камал Қадыржанұлы, бұл кісі Қазақтан шыққан тұңғыш инженер, металлург. Жаңағы Таңсық ауылында мектеп бар бұл кісінің атында. Сонымен қатар қызықты деп ойлаймын, такси апамыз бар, Оразхан Еспайқызы деген 70-те. Осы 1990 жылдан бастап бұл кісі көлік айдаған. Ол кезде жаңағы көлік басқаратын жаңағы әйел адамдар өте аз болған. Ең алғаш жаңағы Запорожец көлігінен бастап, қазір осы қаламызда 30-мен жүр. Жасы 74-те бұл кісінің. Қазір бар. Әлі күнге дейін таксовать етеді. Охо, 74 жаста. Жаңағы қажы бұл кісі, қажылық сапарға барған. Мешітте қызмет жасайды. Бұл кісімен сөйлесіп көру керек екен, Олай табасыздар, жаңағы аудандық больница бар ғой, аурухана, соның алдында 30-мен тұрады, өзінің жалғыз орны бар, сол жерде тұрады. Қызық екен, өте ширақ, аман болсын. Желтоқсан оқиғасына байланысты қойылған бұрыш, жаңағы желтоқсан оқиғасына қатысушылардың тізімі, Омарғазин Өміржан ағамыз, жаңағы осы Аягөз бойынша желтоқсан оқиғасына қатысушылардың төрағасы. Сонымен қатар Марина Амангелдіқызы апамыз, бұл кісі де желтоқсан оқиғасының қатысушысы. 39 адамның есімі жазылды, желтоқсаншылар. Нақты ақталып шыққандары 5-еу Аягөз бойынша. 5-еу ақталып шықты? Нақты қатысып, жаңағы істі болған, содан кейін ақталып шыққан, былтырған ақталып шықты. 2019-20-дағы. Охо, соған кейін түрмеде жатты дейсіз ғой? Жоқ, түрмеде жатпаған, шыққан, бірақ жаңағы істері сол. Арғынкелден Аманжол, Аягөздің құрметті азаматы, көп жылдар жаңағы Алға деген газетте редактор болып істеген, 2007 жылдан бастап Сергеев ауылдық округінің әкімі болған. Бұл кісі жаңағы 2007 жылы Сергеевдің тарихи атауы Мамырсуға ауыстыруына жаңағы өзінің үлкен үлесін қосқан. Мамырсу деген осы жерден жақын емес пе? Қазір бұрын Сергеев деп аталған, қазір Мамырсу ауылы. Мамырсу келісімі сол жерде болған ба? Сол жерде болған. Ары қарай жүрсеңіздер
3 километр жерде Құлтас бар. Мамырсу ауылынан арға, е? Иә. Осы жерден қанша шақырым Мамырсу? Мамырсу енді шақырымын білмеймін, бір 20 минуттай ғана жүресіздер. Сондай ғана жақын жер екен? Иә, ары қарай 3 километр жүресіздер. Барып көрулеріңізге болады. Мен жаңа ұмытып кетіппін, сол жерде Қасабай батырдың да мазары бар. Қасабай батыр, е? Жолмен траспен кетіп бара жатсаңыздар, өте әдемі, қызыл. Ол қай кезде өмір сүрген Қасабай батыр? Жаңағы батырларымызбен бірге. Жолдарынан Мына кісіміз келген. Қажығұлы Қайыртай, бұл кісі тарихшы, шежіреші болған, 2017 жылы дүние салған. Мына жаңағы шежіре кітаптары бұл кісілердің, наймандардың шежіресін жазған. Шежіресік. 2017-де қап. 5 жыл кеше қапты қау. Кездесуге десем. Бұл кісінің еңбектері бар екен. Осы 2 кітап қана ма шығарғаны? Бізде тұрған осы 2. Жеті атаң дейді. Бабалар Салған сара жол. Салған сара жол деген 2 кітабы бар екен. Бұл жерде енді жасалынып жатқан бұрыш. Пошташылар ма не? Жоқ. Бұл жерде Аягөздің жаңағы құрметті ұстаздары. Сайын Аткешев, Шакет Сакен ағамыз, Жамал Кәрім қыз апамыз, Сүлейменова Забира, бұл кісілердің барлығы жаңағы көп жылдар осы ұстаздық қызметте болған. Мынау жаңағы пошташ деп тұрғанымыз, бұл былтыр халық санағы жүргізілді ғой? Соныкі екен ғой рас. Сол кезде қолданылған жаңағы шарт мен сумкалары. Аягөзде жалпы 2 емдеу орталығы бар. Орталық аудандық аурухана мен Қазығұл емдеу мекемесі. Сол мекемелердің өткізген медициналық құрал-жабдықтары, медицина саласының үздіктері, мына кісілер. Үздік. Бұлардың бәрі қазақ кісілер ғой? Иә, мына кісі неміс, немка. Марта. Марта туған кісі екен да Марта деп қойды. Хирург. Бұл кісі денсаулық сақтау саласының үздігі. Бер жақта деймін. Аягөзден шыққан ақын жазушыларымыз бұл жерде. Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауин. Шұбарта өңірінің тумасы. Жаңа көптеген еңбектері бар. Бір атаның балалары, Сары қазақ. Төлеубек Абдраимов, балалар жазушысы. Мына жерде Ренат Заитұлы бар. Айтыскер ақын, бұл кісі де осы Аягөз өңірінің тумасы. Аягөздің қай ауылында туған? Осы Аягөзде туған ғой. Өзінде туған ба? 5-ші мектепте оқыған. Қазір Алматыда тұрады емес пе? Енді қазіргі мекен жайын білмеймін. Бақтыгүл Шалғынбай. Бұл кісі осы Аягөзден облыстық қоғамдық әдеби газет шығады. Мөлдір сана атты. Сол газеттің бас редакторы. Әзір қайда тұрады? Осы жақта. Осы жақта нақты тұратын жерін білесіз бе? Жазыпсыз ба? Тұратын жерін, адресін білмеймін, бірақ мөлдір сана жаңағы газетінің несін білемін. Мына кісі? Несіпбек Айтұлы, бұл кісі де жаңағы Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі. Жаңағы еңбектері, біздің осы Аягөзден шыққан ақын жазушыларымыздың кітаптары. Қазақстан Республикасының жаңағы мәдениет қайраткерлері, соның ішінде Тоқтар Серіков, біздің Аягөз өңірінің тумасы, Көксала деген ауыл. Семейде тұрады ғой, неме? Білмеймін. Ерлан Рысқали, бұл кісі дәстүрлі ән насихаттаушы. Сонымен қатар Тұрсынғазы Рахимов, Ерғазы Рахимов. Бұл кісілер жаңағы Тарбағатай ауылының тумасы осы Аягөзден. Тарбағатай ауылы. Кеше жолдан кіріп қайттық Тарбағатай ауылына. Мен өзім де сол ауылдың тумасымын. Неменен осы жерден қанша шақырым еді? 70. 60 қанша? 70 па? Ақсуаттан келе жатып жолдан келе жатқанда бұрылдық сол жерге. Серікзат Дүйсенғазин. Бұл кісі қазір Еуразия ұлттық университетінде сабақ береді. Ақын. Тарбағатай өңірінің тумасы бұл кісі де. Бақтыбек Құсайынов, Төлеубай жырларын насихаттаушы. Жаңағы мына жақта көрсеттік қой. Сонымен қатар Аягөзден шыққан
спортшыларымыз Думан Қыздарбеков, қазақша күрестен спорт шебері. Осы былтыр ғана Қазақстан барысында Дәурен Нұрәлинов Қазақстан барысы атанды. Бұл кісі сол Дәурен Нұрәлиновтың бапкері. Бапкері. Дәурен Нұрәлинов ол кісі де Аягөз өңірінің тумасы. Молодец. Рустам Үргебаев, бұл кісі бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Нұрлан Қожайғанов, жаңағы грек-рим саласынан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жаңағы мына тұрған кубоктардың барлығы жаңағы мектеп оқушылары алған. Волейболдан, футболдан деген медальдары. Келесі орында. Так.